Google Chrome'да сіз жиі пайдаланатын сайттарыңызды өзіңізге ыңғайлы әрі тезірек ашылу үшін ортаға орнатып қоюға болады. Ол үшін бізге визуальные закладки от Яндекса деген расширениені орнату керек. Мына жерге жазамыз. Ең бірінші шыққанына басамыз және орнатамыз. Міне орнатылды. Енді жаңадан вкладка қоссақ, бізге осындай расширение шықты. Мына жерде оставить так дегенге басамыз. Жалпы өзіме Яндекстің мынандай іздейтін функциясы ұнамайды. Оны өшіріп тастау үшін настройкаға басамыз және поисковая строкадан галочканы алып тастаймыз. Мына галочканы алып тастаймыз, өйткені бұл бізге астыңғы жағынан жаңалықтарды көрсетіп тұрады. Және мына галочканы алып тастауға болады. Ары қарай сізге керекті сайтыңызды мына жерге жазып қойсаңыз болады. Мысалы, Mail.ru почтаға көп көрсеңіз, Mail.ru-ды қойып қойсаңыз болады. Екіншісіне жаңалық көп оқысаңыз, Тенгриньюзді қойып қойсаңыз болады. Осылай бізге өзімізге керекті сайттарды орнатып қоямыз.